Сәлеметсіздер ме? Сіздермен кешкі асқа оңай әрі тез дайын болатын жеңіл тамақ жасайтын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап шығыңыздар. Видео ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа, тұз, қара бұрыш және де қызыл тәтті бұрышымызды салып араластырып, үстінен қаймақ, майонез салып араластырамыз. Және де үкіштен өткізілген сыр, укроп, сарымсақ салып алып қоятын боламыз. Енді кезекте фаршымызды дайындап аламыз. Фаршымыздың үстіне майдалап туралған пияз және де бір қайнатып алынған жұқа етіп туралған картоп саламыз. Осылай бір қайнатып салсаңыздар тез пісетін болады тамақ. Көп қайнатып жібермеңіздер, бірақ езіліп кетуі мүмкін. Барлығын араластырып тұз қосамыз және де формамызды майлап үстіне осылай тегістеп жайып шығатын боламыз. Барлығын осылай тегістеп алғаннан кейін жаңағы сұйық массамызды үстіне құйып, барлық жағына бірдей етіп жайып шығамыз. Мінекей осылай видеодағыдай тегістеп барлық жағына жеткізіп жағып шығасыздар. Және де жұқалап етілген помидорды үстіне осылай қойып шығасыздар. 160-180 градуста 25-30 минут пісіріп аласыздар. Өздеріңіз қалауларыңызға қарай бетіне үкішіне өткізілген сыр салсаңыздар да болады.